Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Бүгін сіздерге сиырдың тілінен жасалатын ең дәмді топ-пыш салаттың рецептісінен бөлісемін. Бірінші салат жаңа жылдық гүл шоғы. Ол үшін алдымен тілді жақсылап 2 сағаттай қайнатып пісіріп аламыз. Одан кейін сыртын жақсылап тазалаймыз. Тілді видеодағыдай ұзыншақ пішінде турап аламыз. Рукколаны әдемілеп, жуып, тазартып, тарелкаға видеодағыдай домалатып орналастырамыз. Енді салатымыздың соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұсақталған имбир, қант, өсімдік майы, соевый соус, алма уксусы және де чеснок қажет болады. Блендердің көмегімен бір келкі масса жасап аламыз. Соустың жартысын туралған тілімізге қосып араластырамыз. Жартысын рукколаның үстіне ақырындап құйып шығамыз. Енді рукколаның үстінен тілімізді домалатып орналастырамыз. Алдын ала суға пісіріп алған бөдененің жұмыртқасын және қызанақты кішкене бөліктерге бөліп, турап, гүл шоғымызды әдемілеп безендіреміз. Үстінен грек жаңғағын себеміз. Осымен біздің ерекше дәмі бар жаңа жылдық гүл шоғы салатымыз дайын. Дастарханыңызға сән беретін әдемі салаттың рецебін сақтап алыңыз. Келесі дәруменді салат. Ол үшін бізге сиырдың тілі, қияр, тәтті бұрыш, петрушка жасыл шөбі, гранат және де грек жаңғағы керек. Барлық ингредиенттерді әдемілеп тазалап, турап, зәйтүн майымен араластырамыз. Керегінше тұз бұрышын қосамыз. Келесі табиғи өнімдерден жасалатын әдемі гүл салаты. Бізге керегі сиырдың тілі, тазаланған апельсин, қызанақ, руккола шөбі, кедр жаңғағы, сүзбелі ірімшік және бальзамдық соус. Тез және әдемі оңай жасалатын салатты видеодағыдай әдемілеп тарелкаға орналастырамыз. Осымен салаттарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Арнамнан алыстамаңыздар.